Валлазина иза фаалу фахишатан ау заламу анфусахум. Олар дейді, бір ұятсыз іс істеп қалса, қараңыздар қандай мәселе. Бұрын істеп қойған нәрселер бар ғой. Намазға дейін мысалы айтайық. Ұятсыз нәрселерді істеп қойса, ау заламу анфусахум. Өздеріне әділетсіздік істеп қойса, қараңыздар қандай. Закаруллаха дейді. Қараңыздаршы. Бірден Алланы еске ала қояды дейді. Бірден. Еш нәрсе керегі жоқ оған қазір, мына жүректі емдеп алмайынша. Мына жүрек ауру болып қалды. Мынаны қазір Алланы еске алып емдемесең, сен далаға шықпай-ақ қойсың. Одан сайын жұқтыра бересің неше түрлі нәрсені. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Содан дереу Алла тағаланы еске алады дейді олар. Сосын фастағфару ли зунубихим, отырып алады да Алла тағаладан күнәлар үшін кешірім сұрай бастайды. Өйткені біледі дейді олар. Лама яхфиру зунуба иллаллах. Алла тағаладан басқа ешкім бұл күнәларды кешірмейді ғой. Ол су бетінде келеді қияметке, өзіңіз ойлаңыз. Ешкім кешірмейді оны. Су бетінде келеді түгелі. Ол келгенде өте қиын жағдайда келеді ол. Ва удиал китабу, Құранда айтқандай, кітап қойылады дейді. Кітаптың хисабы басталған кезде. Фатарал мужримина мушфиқина мимма фихи. Сол күні ей пайғамбар, сен анау тәртіпсіздердің барлықтарын көресің ол күні, қалтырап қорқып тұрғандарын дейді. Жаңа кітаптың алдына келген кезде әркімге кітабын ашады. Ваяқулуна, сол кезде айтады дейді олар. Мали хазар китаб, мынау не кітап? Ешқашан ойламаған бұдай кітап болады деп. Мынау не кітап? Ла юғадиру сағиратан вала кабира. Мынау кішкентай күнінде қалдырмапты ғой. Үлкендерінде тіркеп қойыпты. Илля ақсоха, түгелін жазылыпты ғой мына жерде. Қараңыз қандай күй болады оған. Сөйтіп қорқып тұрған кезде оған Алла тағала мән бермейді дейді. Хузуху фағуллу, ұстаңдар да лақтырып жіберіңдер дейді тозаққа. Ойлаңыз, не деген? Алла тағалаға мән бермегеннен кейін сен саған мән беріле ме ол күні? Осы күні жыламаған көз, сол күні қанжылайды. Ешқандай пайда бермейді, Алла тағала қарамайды да. Ла юнзуруллах илейхим. Алла тағала назар да аудармайды дейді оларға. Осы дүниеде 60 жыл, 70 жыл, 80 жыл жүріп, Раббысына бір қадір бере алмағанда. Ойлаңыз. Ал жаңағы салиқалылардың жағдайы басқаша. Неге олар? Ол сол күннен қорққандықтан солай істейді олар. Сол күннен қорққандықтан бірден отыра қалады да еске алып, күнәларына кешірім сұрай бастайды дейді. Өйткені Аллах тағаладан басқа ешкім кешірім сұрамайды дейді. Сол кешірімді шын мәнінде уайыммен сұрап атқаннан кейін, валам юсирру, олар жалғастырмайды дейді енді о күнәні. Көрдіңіз бе қандай? Ма фаалу ва хум я'ламун. Олар біледі дейді. Егер жалғастырса, бұл емделмейтін ауруға айналады. Олар біледі дейді оны. Соқтан олар сол жерде шешеді дейді ол мәселені. Улаика жазаухум мағфиратун мин раббихим. Міне бұндай адамдарды біз толық кешіріммен жарылқаймыз дейді. Сосын ва жаннатун, жаннаттар болады бұларға. Жаңағы көктер мен жердің ені көктер мен жердей. Ойлаңыз. Тажри мин тахтихал анхару халидина фиха. Астарынан өзендер аққан мәңгі жаннаттар. Ва ни'ма ажрул амилин. Амал істегендердің сыйы қандай жақсы еді дейді Алла тағала. Міне, жақсы істегендерді өте жақсы нәрсемен. Олар айтқан пайғамбар саллаллаху алейхи ва тасифу алсинатахум анна лахумул хусна. Бізге Алла тағала осы дүниеде жақсылықтарды берген. Бізде көп сендердікінен. Неше түрлі дүние бар бізде. Егер Алла тағала бізге бұл дүниеде көп нәрсе берсе, сен айтып тұрған андағы өте жақсы бізге де болады деген. Қараңыздар. Ваттасифу алсинатихум, қараңыздар. Әл-казиба. Өтірік солай сөйлей береді дейді Құран. Не деп? Анна лахумул хусна. Өте жақсы жаннат бізге болады деп. Алла тағала кесіп тастайды. Ла жарама анна лахумун нар. Ешқандай күдік жоқ оларға оттың болатындығын дейді. Ва аннахум муфратун. Сол жерде ұмытылады дейді олар барлығы. Ұмытылады, Алла тағаланың хақысын ұмытқандай осы дүниеде. Қараңыздар. Инна шажарата заққум. Жаңа айтып отыр ғой, істеген істеріне сай жазалаймыз деп та. Шын мәнінде заққум деген ағаш бар дейді Алла тағала. Туамул асим, күнәқардың тамағы етіп жаратқанбыз. Калмухли яғли фил бутун. Ол анау балқып атқан темір, балқып атқан металдар секілді қарындарында қайнайды дейді. Ерітіледі дейді да.
кағолил хамим, сақырлап атқан су секілді қайнайды дейді. Қараңыздар. Сосын бұған қарамаймыз дейді біз. Хузуху деп айтамыз дейді. Ұстаңдар оны. Фатилуху иля сауаил жахим. Анау тозақтың, жаһаннамның ортасына барып тастаңдар деген бұйрық кетеді екен. Қараңыз, қандай, ешқандай құрмет жоқ. Өйткені іздемеді ол бұл дүниеде ол құрметті Раббысынан. Қараңыздар. Сосын айтады: "Сумма суббу фауқа раъсихи мин азабил хамим." Анан үстіне тағы да басына құя түсіңдер. Ана ыстық сақырлаған судың азабынан. Қараңыздар, қандай мәселе. Инна хаза ма кунтум бихи тамтарун. Сендер осы нәрсеге кезінде күмәндандыңдар емес пе еді? Өтірікке шығарып едіңдер ғой. Өтірік пе екен? Алайса хаза бил хақ. Хақ емес пе екен деген кезде олар айтады. Қолу бала ва роббина. Раббымыз хақ. Шын мәнінде хақ. Қола фазуқул азаба бима кунтум такфурун. Кәпір болғандарың үшін дәмін татыңдар осы азаптың. Қараңыздар, қандай мәселе. Қоды хосираллазина. Қараңыздар. Кәззабу билиқоилла. Алла тағаламен жолығатын күнді өтірікке шығарғандар қасіретке ұшырады дейді, болды. Түксіз келеді қияметке дейді. Файза жаатхумус сағату бақтатан. Міне оларға қиямет сағаты кенеттен бастарына келген кезде қолу я хасратана. Қасіретке ұшыраған түріміз-ай. Қараңыздар. Алама фарратна фиха, дүниеде босқа өткізіп жіберіппіз ғой. Мынау ақырет хақ екен ғой. Вакум яхмилуна аузарахум дейді Алла тағала. Олар өздерінің күнәларын арқалайды дейді. Өзіңіз ойлаңызшы, бүкіл күнәні арқасына салып қояды. Қиын нәрсе ғой. Ала саама язирун дейді Алла тағала. Арқалап жатқан нәрселері қандай жаман еді. Міне, осындай жазаны беру үшін имансыздарға дейді Алла тағала. Көктер мен жерді сол үшін жаратқанбыз. Анау жарқырап тұрған жұлдыздар арман үшін жаралмаған. Көрдіңіз бе? Ол жәннатпен тозақ, жәннатпен не тозақпен аяқталатын мәңгі өмір үшін жаралған бұның барлығы. Жаңағы көктерді жаратқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Ламма фарағаллаху мин халқис самавати." Аллах тағала көктерді жаратқаннан кейін халақас сура. Қараңыздар, бірден көктерді жаратқан бетте жаратып болғаннан кейін, қараңыздар, бірден сұрды жаратты дейді. Сұр. Фаатоху Исрафил. Сөйтіп Исрафилге берді дейді оны. Фахуа вадиун аля фихи. Ол бірден оны қойды дейді аузына бұлай. Қараңыз. Сол күні қойған, әлі тұр. Оның қасындағы уақыт біздің қасындағы уақытта емес. Шахисун би басарихи. Көзі дейді илал арши. Алла тағаланың құзырына қарай қарауда. Мата юмару. Қараңыздар, бин нафхати. Қашан бұйырылады екен деп қорқып тұр дейді. Бұйрықтан қалып қоймайын ба деп. Қараңыздар, қандай мәселе. Міне, көктер мен жер не үшін жаралған, құрметті жамағат. Біз Алла тағаланыкіміз. Алла тағаланың қалауы бар. Сол бізге қалаған нәрселерін қалайды. Көптеген сынақтар қалайды кейде. Көрдіңіз бе? Сіз ешқашан шыға алмайсыз Алла тағаланың жоспарынан. Әркім Алланың жоспарында. Тек қана жаңағы пайғамбарымыз қалай істеді екен бұндай жағдайда деген кезде ғана аман қаласыз. Әйтпесе өзіңізше істеп кетесіз. Сіз әр күні жоспарындасыз Алла тағаланың. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Міне, сондықтан мәңгі жәннат жаңағы айтылған, иншалла. Сол нәрсеге қарай жарысу керек біз, құрметті жамағат. Бір-біріміз үшін дос болсақ та, бір жақсы көрсек те, осы мағына үшін дос болу керек бізді. Осы нәрсе үшін да. Мінәжат етсең де бір-біріңмен. Қандай мәселе. Ла хойра фи касирин мин najвакум. Қаншалығы бүйтіп сыбырлап жатқан сөздерің бар дейді. Ешбіреуінде хайыр жоқ дейді Алла тағала. Илля мен амара би садақатин. Тек егер сол екі сыбырласып жатқан адам садақа берсе қалай болады екен деп сыбырласып жатса ғана дейді. Қараңыздаршы, қандай мәселе. Ау маруфин. Немесе ана кісіге бір намаз туралы кітап апарып, бір жақсылықты үйретейік та деп. Болды деп. Немесе ау ислахин байнан нас. Ана екі адам ұрысып қапты, соларды жарастырайық та, қалай істейміз деп. Осындай нәрселер болмаса дейді. Бүкіл ана сыбырлаған сөздерінде қайыр жоқ дейді менің алдымда.
Қараңыздар қандай мәселе. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مرضات الله. Қараңыздар. سَنُؤْتِيهُ أَجْرًا عَظِيمًا. Кімде-кім осындай салиқалы істердің барлығын тек менің ғана дидарымда разылығымды іздеп істесе, онда оның сауабын ұлғайтып жібереміз дейді. Иншалла. Не, бүгінге иншалла осы жерден Құдай қаласа тоқтаймыз. Аллах тағала иншалла осы аяттарды баршамызға нұрын, берекесін нәсіп етсін иншалла.